Саламатсыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы үйдің пешін қалай саламыз. Қазір ауыл жерде газ жоқ. Үйге пеш саламыз, көмірмен жағатын. Трубасын тігінен қойып, ана крышадан шығарып кетсек, отын тез жанып кетеді. Сол үшін соған арнап пеш саламыз. Құдығын саламыз. Естеріңізде болса, Союз кезінде, одан кейін де қазір салып жүргендерде 3 құдық, 5 құдық, 7 құдық деп ішінде осындай құбырлары бар пеш салып қояды. Ол тазалау да оңай емес, тез бітеледі. Сол үшін өте тиімді, жаңағы мына жылуға да эконом, көмірге де эконом, размерде жақсы, тазалау кезінде де өте қолайлы. Сондай пештің схемасын сіздерге айтып өтейін деп жатырмын. Мен өзім пешник емеспін. Мен осы үйде 110 квадратты жылып тұрған тура осындай пеш салдым. Есіктің алдында қара шаңырақ бар, үлкен үй, бірақ ескірек. Ол жерде мынаны 21-ші салдым. Есіктің алдындағыны мынаны салып болғаннан кейін, осының жаңағы результатын көріп болғаннан кейін, есіктің алдында екінші пеш салдым. Ол пеш қыстыгүні 2 шелекпен әрең қызитын пеш. Сол пешті салғаннан кейін 1 шелекті толтырып салсам, расчетный бачоктан суды ағызып жібереді. Мына пешті де, өш жерде тұрған пешті де расчетный бачоктан толтырып салсам, суды ағызып жібереді. Бұл жерде мотор тұр, насос тұр. Соның өзінде жаңағы үйде паровой бар. Мына пешті жаққан кезде паровойға астынан да үстінен де қол тимейтін болады. Сол үшін видеоны көрмей тұрып, қоңырауды басып, каналға тіркеліп қоңырауды басып, лайкты басып кетіңіздер. Сіздерге көп ешкім айта бермейтін, даже пешниктер, осы пешті салатын адамдар бұның схемасын көбі біле бермейді. Білген адамдар бұны жасырады. Мен соны сіздерге айтып өтейін. Енді пеш менде осы жерде жаңа сапок пеш тұр. Сапок пешті көрген адам, 2 адам айтты, бұл пеш маған ұнамады деп. 1 жылда 3 рет тазалаймын деп. Бірақ мына пештен мен от жаққаннан кейін астында жауып тастаймын. Мына жерінде суырмасын, жаңағы оттың жалыны аздан шықсын деп неде суырма қойып қойғам, соны жартылай жауып қоям. Соның өзінде жаңағы қатты қайнап, сондай қызмет істейді. Бұл пешті мен жаққанда, бұрын бұл пешті салмай тұрып, отын кесіп, оны чөлкелеп, оны жаңағы балтамен шауып, отын дайындайтын қыста. Қазір мен чырпы ғана дайындаймын. Күніне 2 сағаттан чырпыны шауып болсам, 3 күнде бір қыстық отынды дайындап тастаймын. Бұл жерге бір уыс жаңағы шырпы салам, үстінен жаңа жарты шелектен азырақ кесек көмір салам. Сол кішкене жанып бастаған кезде үстінен тағы да бір жарты шелек ұсақ көмір салам. Болды. Одан кейін астын үстін бәрін жауып тастаймын. Үйді жақсы қыздырады. Енді пештің схемасын айтып кетейін. От жанат, от жаққаннан кейін табиғаттың заңы бойынша ол жылу, от барлығы жоғары көтеріледі. Енді мынау құбыр, мына жер құбыр болады, бұлай қарай шығатын. Бұл енді от жанғаннан кейін ешқашан бұлай қарай бармайды. Егер стенаңыз 3 метр болса, сол 3 метр стенаға салып тастауға болады. Бұлай қарай 2 метр, 3 метр қып, биіктігі 3 метр қып, ортасын 2-ге бөліпті. Сонда пеш бұлай қарай жоғары шығады. Ол ең бірінші мына жоғары жақты толтырады. Осы жерде суық ауаны ол ысытады. Содан кейін астына осы жерде ыстық болғаннан кейін ол салқын жер іздейді да, бұлай қарай құбырға қарай барады. Содан жоғары көтеріледі. Жоғары көтеріліп, ол бұлай қарай барады да, мына жерге тіреледі да. Бұл жерде кірпіш қаланған, мына жерде де кірпіш қаланған. Осы жерді толтырады. Осы жерді толтырып болғаннан кейін, содан кейін астына барып бұлай қарай шығады. Енді бұның құбырының размері
бір кірпіштің ұзындығы 26 сантиметр, сонда кірпішті қалағанда жан жағына раствор салғанда 1-1 сантиметрден 28 сантиметр. Мына құбырдың размерін 28 сантиметр қылып жасаңыздар. 28. 30 қылып, мына көп лай салып расход жасаудың керегі жоқ. 28 өте күшті. Жақсы, осыған қолайлы жаңағы размер. Мына жағы да 28 сантиметр. Сонда мына құбыр 28 сантиметр, мына жер бүкіл стена, мына жер 28 сантиметр, мына жер 28 сантиметр, мына жер 28 сантиметр деген сөз. Енді пешті салғанда, мына пешіңіз полдың үстінде тұрса, мына от жағатын жерден мына құдығын осының уровенімен салыңыздар. Бұның астын кірпіш қалап полдан өшірге дейін мына размерде, мынау егер пеш полда тұрса, осы размерде кірпіш қалап толтырып тастасаңыздар болады, немесе жаңағы қалың 8-дік уголоктан былай қарай астына упор қойып, осындай салмақты көтеретіндей қылып, ар шетінен бер шетінен жаңағы уголокты қойып, астынан жаңағы жерге дейін сол уголокпен 2 жерден 3 жерден жаңағы полка жасап қойсаңыздар болады. Астына өзіңіздің керек заттарыңызды қоюға болады, немесе жаңағы отынды, шабылған отынды ошаққа жинауға болады. Бұны трубаны бітелмейді. Бітелетін жағдай бір вариант бар, ол бітелетін жағдай. Мына жерде крышадан шыққан кезде, труба крышадан шыққан кезде осы жердегі суық пен мына ішіндегі ыстық, осы жерде конденсат пайда болады. Мына от өшкен кезде осы жерде конденсат жаңағы терлейді іші. Содан мынадан шыққан жаңағы күлдің сажасы бар, сол жерге су болып шет-шетіне мына трубаның қабырғасына жабылсып, осы жер бітеледі. Сол үшін крышадан шыққан жерді жаңағы минватамен орап, сыртын кірпішпен трубаның біткен жеріне дейін қалап тастасаңыздар, ешқашан бітелмейді. Бұл жерде мен осы жерге салған пешімде өзі сол стенаны мен мына жағылған отты экономдау үшін ғана осыны салдым. А жаңа үлкен үйде ол жерде жерден потолокқа дейін где-то 2,5 метр салдым, бұлай қарай 1,5 метрдей салдым. Тура осылай салдым. Бұны мен осы жерде салған жерінде жаңа бір люкті, ана есігін ішін тазалайтын жерін осы жерден салдым. Екіншісін мына жерден салдым. Мына жерден айттым ғой жаңағы пештің несі ғана деп. Осы тақтаның размеріндей қолымды салып, сыпыртқымен ішін сыпырып, осы жерден тартып аламын да, мына жағын жоғары қарай сыпырып, осы жерден бәрін шығарып аламын. Мына жерді темірді иіп жасап қойғам, осы жерді ғана тазалаймын, болды. Ол астына қарай пешке қарай түсіп, пештен тазалап аламын. А мына екінші жағын мынаның ішін түгел сыпырып алып, мына жақтан жаңа шланга, резиновый шланга бар ғой, соның басының осы диаметрін жаңа 28 сантиметр сиятын жерге дейін бүйтіп салып, тез тазалауға болады. А мына жағын крышадан шығарып, соны төмен қарай түсіріп, мына жердегінің бәрін сажасын қырып алсаңыздар болады. Енді ол люкті өздеріңізге ыңғайлы қай жерге қойғыларыңыз келеді, қай жерден тазаласам ыңғайлы деген оймен де солай қойсаңыздар болады. Бұл пешті егер сіздер бір қыста 5 тонна көмір жақсаңыздар, мына пешті салғаннан кейін 3 тонна көмір салатын боласыздар. 3 тонна көмір салатын боласыздар. Мысалы, 1 тонна көміріңіз 30 мың теңге, 2 тоннаңыз 60 мың теңге, сонда 10 жыл жақсаңыз 600 мың теңге қалталарыңызда қалды деген сөз. Ол көмірдің, отынның расходы. Мысалы, тағы да айтып кететін жай, егер
сіздің пешіңіздің қойылатын жері осы жер болып трубаңыз мына жақтан шығатын болса, онда қазір мен мына өлшеп тастайын. Мынаны былай ары қаратай жалғастыруға болады. Тура осыны қайттан қайталауға болады да. Мына размерін өлшеп тастайын. Онда мынандай тағы да егер бітелет деп ойласаңыздар, солай тазалау керек болса, осындай люкті мына жерге де салу керек. Онда от қалай барады? От былай барады. Мына жерден барып, мына жерге тіреледі да, осы жерді толтырады, осы жерді ысытады, стенаны. Одан жоғары көтеріледі, мына жерге тіреледі да, былай қарай келіп, мына стенаға тіреледі, осы жерді жылытады, осы стенаны. Астына қайттан түседі, қайттан барады, мына жерге барып тіреліп, мына стенаны жылытады, сонымен былай қарай барады. Тағы да ошаққана, мен де айттым, жаңағы ошаққана үй салғанда соның бәрін жаңағы планировка жасап, от салатын жерді, от жағатын жерді даладан бөлек ошаққанада жасаған дұрыс. Менде ояқта 2 қазан тұр, жаңағы баняның пеші сояқтан жанады, мына үйдің пеші сояқтан жанады, бәрі сол бір жерден. Мен ол жерге көмірді апарам, шелекпен апарам да қоя салам. Мысалы, есептеп қарасаңыздар, егер үйдің ішінде болса, бұны күлін шығару керек, отын кіргізу керек, көмір кіргізу керек, үйдің іші шаң болады, ыс болады. Егер бітеліп қалғандай жағдай болса, үйдің іші көк түтін болады, есікті аш, терезені аш деп жаңағы айғайлап жатады. Бұның өзі көп жаңағы адамның миына әсер етеді, нервісіне әсер етеді деген сияқты. Сол үшін бұны ошаққананы отдельно далада жасаған дұрыс. Егер бұл үйде болса, бұның қасында жаңағы күнде жаққаннан кейін сыпырып тұру керек, оны тазалап тұру керек жан-жағын деген сияқты. Ал ошаққанада болса, апарып түтін шықса да, көмір төгілсе де, сол жерде жата береді. Бұл уақытты үнемдейді да. Мысалы, үйдің ішінде болса, қысты күні 3 рет от жақсаңыз, қасында жоқ дегенде 5-5 минуттан 15 минут уақытыңыз кетеді. Ал мен мына пешті жаққанда жаңағыдай шырпы ғана салам, одан кейін үстіне көмір салам, жарты шелектен аздау. Сол кішкене жанып болғаннан кейін үстіне жаңағы жарты шелектей ұсақ көмірді төге салам, болды. Өте тез жанады. Мынаны тартуы да жақсы. Мен астын жауып тастаймын. Жақсы. Осы пештің схемасы осы. Егер айттым ғой, жаңағы бұл пешті көп ешкім біле бермейді. Егер білсе, оны ешкім айта бермейді. Сол үшін мен сіздерге осы құпияны жариялағаным үшін, осындай бір идея тастағаным үшін, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайкты басып, астына комментарий жазып кетіңіздер. Білмеген сұрақтарыңыз болса, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазыңыздар. Жаңағы каналға тіркелу ақша төлемейсіздер, сіздерге тегін мәлімет. Рахмет, сау болыңыздар.